Сәлем, құрметті тыңдармандар. Менің арнамнан шығатын өмірде болған оқиғаларды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін. Бұл біз үшін аса маңызды. Болған оқиға. Түн ортасы. Үй іші жым-жырт. Терезеден түскен ай сәулесі қабырғада баяу жылжып тұр. Сол сәтте әлде бір бәсең ғана дыбыс естілді. Аңқау, біреу ауыр күрсінгендей. Мен селк етіп ояндым. Жүрегім дүрс-дүрс соғып, құлағымды түрдім. Тағы да сол дыбыс. Бірақ бұл дыбыс сырттан емес, үйдің ішінен, дәліз жақтан. Жоқ, мүмкін түс көріп жатқан шығармын, деп өзімді жұбаттым. Бірақ дыбыс қайта-қайта шықты. Бұл жолы анығырақ. Түнде құда баламның өлмесінен. Сол сәтте ішімде белгісіз бір қорқыныш, қызығушылық қатар биледі. Неге ол түнде ыңқылдайды? Ауырып қалды ма? Әлде басқа бір сыр бар ма? Дәлізге қарай аяғымды дыбыссыз басып, баяу шықтым. Үйдің тыныштығы ерекше бір салқын сезім сыйлады. Есіктің алдына келгенде дыбыс анық естілді. Бір сәтте қолымды тұтқаға создым. Бірақ ашуға батылым жетпеді. Себебі бұл жай ғана дыбыс емес еді. Бұл бір құпияның басталғанын белгісі сияқты еді. Сол түні мен ештеңе сұрамадым. Таңертеңде үндемедім. Бірақ содан кейін әр түн сайын дәл сол уақытта әлгі ыңқыл қайталана берді. Күндіз ол мүлде жайдары ештеңе болмағандай күліп жүреді. Ал түнде өзгереді. Менің ойым сан-саққа жүгірді. Мүмкін түс көретін шығар. Әлде денсаулығында бір сыр бар ма? Жоқ. Әлде мен білмейтін бір құпия оқиға бар ма? Сол күннен бастап мен түнді күтетін болдым. Себебі әр түн жаңа жұмбақ, жаңа белгі, жаңа мүмкіндік, жаңа күдіге. Bir күні шыдамым таусылды. Сол түні есікті жайлап аштым. Бөлме қараңғы, тек терезеден түскен жарық кереуеттің шетіне ғана түсіп тұр. Құда балам ұйықтап жатыр. Бірақ жүзі біртүрлі мазасыз, ернімен бірдеңе сыбырлап жатқандай. Мен жақындай бердім. Дыбыс анық естілді. Бұл жай ғана ыңқыл емес еді. Бұл бір сөз, қайталанып айтылып жатқан бір құпия сөз. Сол сәтте денем тітіркеніп кетті. Себебі ол сөз менің есіміме ұқсас еді. Осыдан кейін мен түсіндім. Бұл жай ғана түнгі мазасыздық емес. Бұл мені байланыстыратын бір сырдың бастауы еді. Бірақ ол қандай сыр? Неге дәл түнде ғана білінеді? Және ең қорқыныштысы, неге ол бұл туралы күндіз бір ауыз сөз айтпайды? Оқиғаның жалғасы да одан да таңғаларлық болды. Сол түні естіген сөздер менің өмірімдегі ең үлкен құпияның есігін ашты. Жалғасын білгіңіз келеді ме? Арнаны қолдап жазылып қойыңыз. Алда сіз күтпеген бұрылыстар мен шынайы құпияның беті ашылады.